Сіздің өтінішіңізді салып тұрмын. Мына жігіт екеуміз ренжісіп қалдық. Татуласу бар ма, жалпы болашағымыз ортамызда бар ма деп салдыртып жатырсыз. Сол өтінішіңізбен құмалақ ашып жатырмын екеуіңізге. Оң жақтастықтарыңыз сол қарай ауып, маңдайларыңыз түйіліп, мына болашаққа орталарыңыздың жаңа келіспеушіліктеріңізге келеңсіз жағдайлар сізді уайымдап тұр. Екеуіңізді де белдеріңізден оратылып тұр, қалай болады екен деп. Аралымыз суып кете ма, ортамыз ұзап кете ма дегендей бір сезімменен жүректеріңізді ауыртып, екі бүйірлерің қысылып, сондай жағдайда тұрсыздар. Босаға өздеріңізді құшқандарыңыз көтеріліп, сол жақ босаға өзімен өзі болып тұр. Қазіргі таңда өздеріңіз екеуіңізде толқып, переживать етпейді, сондай толқу жағдайда тұрсыздар. Орталарыңызда дүбәраленіп, екі жақты болып, не істеріңізді білмей тұрсыздар. Жүректеріңіз ауырып, маңдайларыңыз түйіліп, уайымға батып, алдыңғы уақытқа болашақтарыңызға алаңдап тұрсыздар. Екеуіңізде тығырыққа тіреліп, ма осылай ма, осылай кетеміз бе дегендей. Солды да оңды да жаңағыдай кездеріңіз бар, ойланып тұрсыздар, бірақ жүректеріңіз жібермей тұр. Енді жаңағы сіздердің сұрақтарыңыз татуласу бар ма, ортамызда болашақ бар ма дегенде, әрине болашақ бар орталарыңызда. Тек қазіргі таңда тығырыққа тіреліп, сөйтіп қиналып тұрғандарыңызды ғана көрсетеді. Өйткені оған себепші сіздердің реніштеріңіз. Сосын жаңағыдай ренжіп қалғаннан кейін намыстанып, осы бір жалған намыс екеуіңізді татуластыруға жібермей тұрған, кесірленіп ерегісіп тұрғандарыңызды, бірақ ерегістің ар жағында түпкі ойларыңыз тревога дейді ғой орыстар, сондай жағдайда тұрсыздар. Өйткені татуласқыларыңыз керек, татуласқыларыңыз келеді, бірақ бір намыс жібермей тұр. Хабарласу керек көп. Ол жігіт сіз хабарлассын дейді, ол жігіт хабарласу керек деп, бірақ орталық іштеріңізде бір қорқыныш бар, хабарласпай кетсе қалай боламын дегендей, екі жаққа кетіп қалсақ совсем деп. Жоқ, орталарыңызда болашақтарыңыз бар, татуласасыздар. Енді бүгін ертең деп айта алмаймын, бір 3 деген сан бар, енді бір айдың іші шығар деп тұрмын. Енді 3 апта, 3 күн деген енді мүмкін емес, өйткені маңдайларыңыз, жүректеріңіз жібермей тұр. Енді әрі кетсе 3 апта, енді бір айдың іші ғой деймін. Сондай жағдайда сіздер қайтып татуласып, содан кейін мына жерде мынау босаға көрініп тұр. Енді босағаларыңыз, бұл енді тұрмысқа, бұл жалпы қызбенен не қыз, әйел заты, былай айтқанда әйел заты, не еркек заты құмалақ салдыртқанда мынандай түсіп тұрса, ол екеуінің де отбасы бар деген сөз. Немесе отбасы жоқ, үйленбеген, тұрмысқа шықпаған адамдар болатын болса, онда тұрмысқа шықпаған қыз тұрмысқа шығып, үйленбеген жігіт үйленеді деген сөз. Екеуіңізде орталарыңызда болашақ татуласу бар, болашақтарыңыз бар, бір қуаныш сүйіншілеріңіз бар. Татуласудың өзі бір, айттым ғой, енді 3 күн емес, мүмкін 3 саны көрсетіп тұр, 3 күн емес та шығар, бірақ бір айдың ішінде, 3 апта болуы мүмкін, бір айдың ішінде татуласу бар. Содан кейін сіздердің болашақтарыңызда бір үлкен қуаныш болып тұр, көрсетіп тұр. Татуласасыздар, болашақтарыңыз бар.